Қайырлы күн, қымбатты білімгерлер. Біз бүгін 6-шы дәрісімізді бастаймыз. 6-шы дәрісіміздің тақырыбы мектепке дейінгі жастағылардың қарым-қатынасы. Жоспарымызда 3 сұрақ қамтылған. Осы 3 сұрақ бойынша бүгін дәрістің мазмұнын толықтай ашамыз. Олай болса, бүгінгі сабағымыздың мақсатына келетін болса, мектепке дейінгі жастағы балалардың қарым-қатынасының психологиялық ерекшеліктері, оның тұлғалық дамуы мен әлеуметтенудегі маңызын түсіндіру, қарым-қатынас түрлері мен формалары, сонымен қатар баланың ересектермен және құрбы құрдастармен өзара әрекеттесуін талдау арқылы тұлғаның коммуникативтік қабілеттерін қалыптастырудың заңдылықтарын ашуды теориялық тұрғыдан негіздейміз. Яғни анықтаймыз, айқындаймыз, талдаймыз деген сөз. Олай болса, біз 5-ші дәріске шолу жасап өтетін болсақ, жетекші іс-әрекет осы жастағы балалардың ойынның психологиялық сипаттамасына тоқталған болатынбыз. Ойын дегеніміз не? Психологияда ойынның анықтамаларына көптеген ресейлік, шетелдік және өзіміздің қазақстандық ғалымдардың ойын туралы берген тұжырымдамаларына тоқталып өттік. Ойынның түрлері, ойынның жаңағыдай берген жетекші іс-әрекетінде жаңағы психикалық құрылымдарына тоқталдық. Ойынның түрлері шығармашылық, қимыл қозғалыс, дидактикалық ойындар дегеніміз неменеге, осылардың барлығының мән мағынасын аштық. Олай болса, бүгінгі 6-шы дәрісімізді бастаймыз. Ең бірінші қарым-қатынас. Қарым-қатынас дегеніміз не? Қарым-қатынас бұл екі немесе одан да көп адамдардың өзара іс-әрекетінің күрделі, көп жоспарлы процесі. Ол ортақ іс-әрекетті ұйымдастыру мақсатында ақпарат алмасуды, сол сияқты өзара әрекеттесуді және серіктестерді қабылдау мен түсінуді қамтиды. Қарым-қатынас Лисина бойынша айтып өтетін болсақ, бұл баланың психикалық дамуын қамтамасыз ететін және тұлғалық қажеттіліктерін, яғни эмоционалдық жылулық, таным, өзара іс-әрекеттерді қанағаттандыруға бағытталған, оның ересектермен және құрбы құрдастарымен арнайы ұйымдастырылған субъектілік өзара әрекеті деп атап өтетін болған. Сонымен қатар психологияда осы қарым-қатынас тек тіл арқылы сөйлесу емес, ол тұлғалардың өзара әрекетінің күрделі жүйесі ретінде беріледі. Келесі біздерде, яғни осы бұны айтпас бұрын мен сіздерге ресейлік ғалымдар Выгодскийдің, Леонтьев, Ломов, Бодолевтің осы еңбектерінде қарым-қатынастың адамның тұлғалық және танымдық дамуының шешуші рөл атқаратынын атап өткен тұжырымдамаларын айтқым келіп отыр. Ломов қарым-қатынасты дейді, адам іс-әрекетінің ажырамас бөлігі деп қарастырған болатын. Олай болса, қарым-қатынастың негізгі 3 қызметі бар. Ол ақпараттық функция. Ақпараттық функция дегеніміз ол адамдардың бір-біріне білім, тәжірибе, сезім, ой арқылы жеткізуі жатады. Ал реттеуші функция ретінде адамдардың бірлескен әрекетін ұйымдастыру, яғни келісімге келуі. Ал енді аффективті функция бұл эмоциялық байланыс орнату, тұлғалық қатынастарды дамыту болып табылады. Келесі қарым-қатынастың құрылымына негізгі компоненттер кіреді. Ол коммуникативтік компонент, яғни ақпарат алмасу, интерактивтік компонент, ол іс-әрекеттегі өзара ықпал ету деп аталынады. Перцептивтік дегеніміз басқа адамды қабылдау және түсіну. Бұның барлығын сіздер қарым-қатынас дегенді философиядан бастап оқыдыңыздар, философиядан, психологиядан, педагогикада да бар. Қарым-қатынас, ұжым дегендерді сіздер ең алғаш сонымен танысқансыздар. Яғни мектепке дейінгі кезеңде қарым-қатынас баланың тұлғалық дамуының, өзін-өзі тануының, яғни эмоциялық тұрақтылығының және де әлеуметтік тәжірибесінің қалыптасуына шешуші әсерін береді. Келесі бізде, яғни бұл кезеңдегі, мектепке дейін кезеңдегі қарым-қатынас дамудың жетекші факторы және жоғары психикалық қайнар көзі болып табылады. Келесі біздерде мектепке дейінгі жаста қарым-қатынастың негізгі ерекшеліктеріне келетін болса, ең бірінші бұл эмоциялық бағыттылығы. Ол дегеніміз не? Бала қарым-қатынасты сезім арқылы қабылдайды, эмоциялық әсерге тез жауап береді. Мысалы айтатын болсақ, ересектердің жылы сөзі, мақтауы баланың мінез-құлқына тікелей әсер етеді. Енді қарым-қатынастың жаңағыда екіншісі ойын арқылы жүзеге асу дегеніміз. Енді айтып жатырмыз ғой, қаншама дәрістерде баланың жетекші әрекеті ойын болғандықтан, ол ойын үстінде балада қарым-қатынас дамиды. Ойнап жатқан адамдар, балалармен, ересектермен ойнап жатыр ма, жаңа өзінің құрбы құрдастарымен ойнап жатса, сол ойынның үстінде қарым-қатынас дамиды. Әсіресе сол жерде сюжеттік рөлдік ойын барысында бала
сөйлесуге, қарым-қатынас жасауға, өз ойын жеткізуге, өз ойын дәлелдеуге үйренеді негізінде. Ал енді тілдік қарым-қатынастың жетілуіне келетін болсақ, негізгі бір ерекшелігі 3-6 жас аралығында баланың сөздік қоры қарқынды дамиды. Яғни сөйлеу қарым-қатынастың басты құралына айналады екен. Енді қарым-қатынастың біртіндеп ұжымдық сипат алуына келетін болсақ, бұл жерде яғни балалар өздерінің құрбыларымен өзара әрекеттесуді, бірлесіп ойнауды үйренеді. Яғни бұл жерде өз пікірін білдіреді, басқаның пікірін тыңдай біледі, келіседі, кезек күтеді, сол сияқты ереже сақтау сияқты дағдылары қалыптасады екен. Осы келесі біздерде осы Леонтьев пен Эльконин зерттеулерінде мектепке дейінгі қарым-қатынасты негізгі екі функцияны атап береді. Эмоциялық жағдайлық қарым-қатынас дейді. Ода не болады? Бұл ерте жасқа тән. Ересекпен эмоционалды байланыс орнатуға байланысты дейді. Екіншісі ситуациялы іскерлік қарым-қатынас деп осындай ресейлік ғалымдар екі түрге бөледі. Олай болса, бала мен ересектер арасында қарым-қатынастардың ерекшеліктеріне келетін болса, бұл тағдан ресейлік ғалым Лисина бойынша жағдайдан тыс дейді, танымдық қарым-қатынас 3 жастан басталады. Яғни бұл жерде қандай нелер болады? Бұның мақсаты не екен? Бала ересектегі түрлі сұрақтар қою арқылы қоршаған әлем туралы және де заттардың қасиеттері мен олардың себеп салдарын білуге ұмтылады екен. Ал енді бұның қажеттілігі неде дейтін болсақ, баланың танымдық белсенділігі артады. Құралдары, сөйлеу тілі, сұрақ жауап, бұл кезеңде бала неге қалай деген сұрақтарды жиі қояды екен. Енді құрал ретінде бұл жаңағыдай ойын арқылы, ойынның бірнеше түрлері болады, ойыншықтары болады, солардың барлығы ол құралға жатады. Келесі жағдайдан тыс дейді тұлғалық қарым-қатынас. Бұл 5 пен 7 жас аралығын қамтиды екен. Бұның мақсаты бала ересектерден өзін-өзі бағалауға қатысты ақпарат, эмоционалдық қолдау және жалпы өмірлік тәжірибе туралы білім алуды қажет етеді екен. Қажеттілігі неде дейтін болсақ, өзара түсіністікке, жалпы көзқарастарды бөлісуге және де ересектердің өзіне деген қарым-қатынасын білуге деген қажеттілік артады екен. Яғни ерекшелігіне келетін болсақ, ересек баланың, осы кездегі баланың мінез-құлқына, жеке қасиеттеріне баға беретін сенімді серігі ретінде көрінеді екен. Бұл баланың адамгершілігін, әлеуметтік нормаларды меңгеруінің негізгі арнасы болып табылады. Яғни білесіздер, кез келген адам мақтау сүйеді ғой. Яғни үлкендердің мақтауы, жылы сөзі баланың жалпы адамгершілік әлеуметтік нормаларының қалыптасуына, меңгеруінің негізі болып табылады екен. Келесі біздерде бала мен құрбы-құрдасты арасындағы қарым-қатынастың ерекшеліктеріне келетін болса, бұл жерде бірінші әлеуметтік дейді, рөлдерді игереді дейді. Екінші басқаның көзқарасын түсінеді. Үшінші эмоционалдық даму дейді. Яғни 4-5 жастан бастап бала құрбыларының 4-5 жастағы балдар үшін дейді, құрбыларының дейді, және де сол құрбылармен қарым-қатынас жасайды ғой, солардың пікірі өте маңызды бола бастайды дейді. Құрбылармен қарым-қатынас кезінде дейді бала, әлеуметтік мінез-құлықтың алғашқы дағдылары қалыптасады. Мысалы, көмек беру, бөлісу, келісу, ортақ шешім қабылдау сияқты дағдылары. Мектепке дейінгі жастағылардың қарым-қатынасында ең бірінші осы ойын, соның ішінде сюжеттік рөлдік ойынның әсері өте зор. Яғни бұл мектепке дейінгі жастағы баланың жетекші әрекетінің бірі, ол қоршаған ортадағы ересектердің өмірін, әрекеттерін және қарым-қатынастарды бейнелеуге негізделеді. Енді осы сюжетті рөлді ойынның маңыздылығына тоқталайық. Қарым-қатынастағы, яғни бұл қарым-қатынас дағдыларын қалыптастыруда ең бірінші келіссөздер жүргізу, яғни оған балалар не істейді? Ең бірінші балаларға рөлдерді бөліп береді. Жас ерекшелігіне сай педагог тәрбиеші одан кейін сюжетті таңдайды, ойын ережелерін келісу барысында сөйлеседі, тыңдауға және ымыраға келуге үйренеді. Одан кейін бұл кездегі қарым-қатынас диалогты дамытады. Яғни әрбір роль белгілі бір сөздік қорын, баланың мінез-құлық үлгісін және қарым-қатынас стилін талап етеді. Мысалы, дәрігер және дәрігерге келетін кім? Ауру адам немесе пациент дейміз ғой.
Дүкенге барсаңыз сатушы және сатып алушы. Мінекей екеуінің рөлі қарым-қатынасқа үлкен әсерін береді. Келесі бізде әлеуметтік интеллекті дамытуда. Сюжеттік рөлдік ойынның маңызы бұл бала басқа адамның ойын, кейіпкердің сезімін, мінез құлқын, яғни соның орнына тұруға тырысады негізінен. Яғни бұл дегеніміз эмпатия. Яғни бұл әлеуметтік нормалар мен ережелерді үйгеруге көмектеседі негізінде. Содан кейін барып танымдық үрдістерді де дамытуға өте үлкен өзінің көмегін береді. Және де өзіндік бағаны қалыптастыруда да осы сюжеттік рөлдік ойынның маңызы өте зор. Ойын арқылы бала үлкендердің күрделі әрекеттерін сәтті орындайды, өзіне деген сенімділігі артады. Енді бұл сюжетті рөлді ойындардың ұйымдастыру әдістемесінде тоқталып өтейік. Яғни бұл жерде дайындық кезеңі. Ең бірінші сюжетті таңдаймыз дедік. Сюжетті таңдайтын бағыт-бағдар беретін ең бірінші педагог тәрбиеші дедік. Одан кейін тақырып бойынша алдын ала әңгімелесу, немесе суреттер, бейнероликтер көрсету. Одан кейін барып экскурсияны да ұйымдастыруымызға болады. Мысалы, экскурсия дегеніміз сол мектепке дейінгі ұйымда асханаға бару, немесе медбикенің кабинетіне бару деген сияқты. Одан кейін ойынның ортасын құруға келетін болсақ, ойынға қажетті атрибуттар дейміз ғой, қажетті костюм элементтері бола ма, одан кейін бір қажетті құралдар, жабдықтар, заттар, мінекей осылардың барлығына балалардың өзі тікелей қатысады. Ол кезде баланың бір-бірімен қарым-қатынасы, құрбы-құрдастармен қарым-қатынасының ерекшеліктері байқалады. Ойын барысын басқаруда ең бірінші мотивация және рөлдерді бөлу дейді. Яғни балаларға не істейді? Тәрбиеші сұрақ қою арқылы, педагог тәрбиеші ең бірінші сұрақ қою арқылы жетелейді балаға. Бүгін қандай ойын ойнаймыз? Бұл ойынды не үшін ойнаймыз? Жалпы мақсатымыз не? Деген сияқты. Мінекей осындай рөлдерді одан кейін бөледі, одан кейін ары қарай сол ойынның сюжетін дамытады. Яғни қарапайым сюжеттен бастап біртіндеп күрделендіре береді. Мысалы, дүкен ойында сатушы мен сатып алушыдан кейін жүргізуші келуі мүмкін, заттар әкеліп, өзінің машинасымен дүкенге, немесе күзетші тұруы мүмкін сол жерде. Одан кейін қоймашы дейді, жаңағы бүткіл заттарды қоятын, қойманы басқаратын адам. Мінекей рөлдердің барлығы осылай біртіндеп жаңағыдай жеңілден күрделіге ауысып бастайды. Енді қарым-қатынасты бақылауға келетін болсақ, бұл кезеңде балалардың сөйлеу тілінің мәдениетін бақылау, қарым-қатынасты, яғни бұл жерде бақылауға келетін болсақ, балалардың сөйлеу тілінің мәдениетін, сыпайы сөздер айту, өтініш айту, алғыс айту, рахметін білдіру сияқты осындай сөйлеу тілінің мәтінін бақылау және қажет болған жағдайда түзету. Одан кейін енді айттық қой, қарым-қатынас болған жерде ол жанжал дейміз ғой, конфликт болады. Ол заңдылық, сондықтан жанжалдарды балалардың өз бетінше шешуіне мүмкіндік беру керек осы кезде. Одан кейін барып педагог тәрбиеші қақтығыс реттеуші ретінде әрекет ету керек барлығына. Енді кез келген ойынның өзінің жаңағы талдауына келетін болсақ, ойын аяқталғаннан кейін талдау жұмыстары жүргізіледі. Біз бүгін қандай ойын ойнадық, қалай ойнадық, кімнің рөлі ұнады, неліктен ұнады, неге ұнамады, осы ойын ойнағанда қандай қиындықтарға тап болдық, және қызығушылықтарың қандай болды деген сияқты әрбір баланың өзінің пікірі жеке-жеке тыңдалып, яғни талдау жұмыстары жүреді. Ол да баланың бір-бірімен қарым-қатынасқа үлкен әсерін береді. Одан кейін сол кезде педагог тәрбиеші жағымды сәттерді атап өту керек. Әсіресе ұйымдастырушылық қабілеті, басқарушылық қабілеті, яғни соны негізге алу керек негізінен. Одан кейін барып келесі жобаны жоспарлау, ары қарай осындай жұмыстар кете береді. Енді біздің айтпағымыз бұнымен қарым-қатынаста ең бірінші мектепке дейінгі ұйымда, яғни балалардың арасында ойын жетекші әрекет ететіндігін атап өткіміз келіп, атап кеттік десек болады. Қорытындыға келетін болсақ, яғни қарым-қатынас. Қарым-қатынас дегеніміз не? Жаңа жоғары жақтастарға айтылып берілді.
психологиялық тұрғыдан балалардың бір-бірімен қарым-қатынасы, ересектермен қарым-қатынасы, бұл кезде яғни мектепке дейінгі жастағы қарым-қатынас баланың тұлғалық және әлеуметтік дамуының негізгі факторларының бірі болып табылады екен. Бала ересектермен, құрбыларымен қарым-қатынас барысында өзін таниды, ең бірінші. Одан кейін барып өз ойын жеткізеді, тыңдай біледі, және де түсінуді және эмоциясын басқаруды үйренеді. Сол сияқты мектепке дейінгі жастағы баланың қарым-қатынас ерекшеліктерін білу педагогке және ата-анаға ең бірінші баланың әлеуметтік және тұлғалық дамуына тиімді жағдай жасауға, келесі қарым-қатынастың әрбір кезеңіндегі дағдарыстарды, мысалы дағдарыс кезеңдер болады, соның ішінде 3 жаста дағдарыс үлкен дағдарыс кезеңі болады, соларды дұрыс түсінуге, сол дағдарыстан дұрыс өтуге ата-аналар мен педагогтерге дұрыс ұйымдастыруды талап етеді. Одан кейін барып ойынды қарым-қатынас мәдениетін қалыптастырудың негізгі құралы ретінде пайдалануға мүмкіндік береді. Дәрісіміз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңыз үшін алғысымызды білдіреміз. Келесі жүздескенше қош сау болыңыздар. Рахмет.